Ассалаумағалейкум бәріне. Бүгін тағы да бір деме жасап көрейік. Ол мысалы мынандай бір тұздық жасасақ. Мысалы дейік, мына жерден алып радиусы 27 ма, сондай болсын ал. 27 биіктігі 70 дейік. Содан кейін мынандай нәрсе жасайық. Так, мына жерінде бөлінетін қылайық. Былай алып, где-то 1 миллиметр, төменге 1 миллиметр, жанына 1 миллиметр. Содан кейін бүйтіп астына дейін қанша болды? 69 ба? 69-дан 2 алсақ 67 миллиметр. Қосшаймыз. Енді бұлай алсақ, мына жерде де бүйтіп мынандай нәрсе жасап жіберейік. Мына жердің арасын 0,3 қылайық. Содан кейін мынаның арасы 1 миллиметр ма? 0,7 қылайық. Мынаның арасын 1 қылайық. Бұлай жалғап жүрейік. Сосын артығын кесіп жүрейік. Бұлай. Так. Бұл жерде мынаны дұрыс емес жасадық, тағы да дұрыстап жүрейік. Мынау бұлай болсын, мына жақтан басталып, мына жаққа жететін болсын. Мынаны алып тастайық. Ал, міне, осылай 2 бөлік болып шыға келді. Енді бүйтіп мынаны не қылайық? Мынау сызығымызды шрифтованный қылайық. Енді өткен сабақта revolve'ды өткенбіз, revolve жасайық осыны. Осы бөлшектерді solid surface. Мына жерде қазір мынаны дұрыстап жүрейік. Мына бөлшекті арасы қосылмаған екен. Мұны қостық. Мына жердің арасын қосылмаған екен. Қосып жүрейік. Міне енді revolve жасай аламыз. Енді мына бөлшекті аламыз, мына бөлшекті аламыз. Revolve axis. Мынаның жан жағында айналсын дейміз. Өстіп, мынаның жан жағында айналатын болды. Мына жерде section view болып тұрған соң көрінбей тұр. Міне мынандай тұздық шыға келді. Енді бұның мынау бетіне тесіктер жасайық. Тұз шашылу керек қой. Мынандай бір мынадан бастап арасына 2 миллиметрлік тесіктер жасайық. 2 миллиметр, е? Сосын мына жерден бұлай 2 миллиметр дистанцияда мына жерде тағы бір бүйтіп аламыз да 2 миллиметр дөңгелек жасайық. Жоқ, бұны бұлай. Бұны кәдімгідей не қылайық, дөңгелек. Бұның радиусы қанша болды екен? 2 болмапты, 2 қылайық. Так, енді мынау тесіктерді істедік. Енді бұл тесіктерді алып тесік remove жасайық. Remove merge to. Remove жасайық.
басқа жаққа қарай ремув жасайық. Мынаны көбейтейік ұзындығын. Міне мынандай екі тесігіміз пайда болды. Енді бұл тесікті көбейтейік. Circular pattern бар, curve pattern бар, иә? Так, circular pattern'ды, linear pattern'мен бірінші жасайық. Feature pattern'ды алайық, бұл өткен feature. Екі feature'ны етейік, содан кейін direction дегенді, direction мұны алайық. Жоқ, direction бұлай қылайық. Так, арасын 3 мм қылсақ ше. Болмайды, 4, 5 мм. Арасын 5 мм қылсақ, неше рет қайталанатын қойық. Осындай қайталанатын қойық. Содан кейін окейді басайық. Не бой? Мынандай тесіктеріміз пайда болды, көрдіңіздер ме? Тесіктер. Так, енді бұл тесіктерді circular pattern'мен feature қыламыз, circular pattern'мен айналдырайық бұны. Он 16 қылайық. Тым көп қой деймін мен. Он 17 қылсақ ше. Қандай болады? 17 уже болмайды. 16 қылайық. Окей. Так, 16 тесігіміз болды. Мынандай тесіктер пайда болды. Мына жерде мына экструдымызды, linear паттернымызды азайтайықшы. 4-ге олайық. Circular паттернымызды онда саны көбейте аламыз. 19-20 қылсақ. 22 қылсақ ше. 23 қылсақ. 24. 25. 26, 27. Так, 28. Міне. Мынандай тесіктеріміз пайда болды. Бұл немізге құсай бастады. Тұздыққа. Так. Енді мынаның үстіне бір plane жасайық. Ол plane'ді дәл үстіне шығарайық. Окей. Енді plane'нің үстіне сурет салайық. Plane'нің үстіне қандай сурет саламыз? Plane'нің үстіне. Окей. Дөңгелектерімізді салайық бұл жерге. Так. Бұл жерге 2 мм бір дөңгелек салайық. Сосын ортасына 2 мм бір дөңгелек салайық. Так, бұны үйтіп істемесек ше. Бұны бұлай істесек ше. Так. Бұны да линияр қылып. Бағытын мына жерге қылып. Арасын 3 мм қылып. 3 мм.
бесеу болсақ, бесеу 3 метр, минус 3 миллиметр қылайық. Так, мына жаққа қайталанбасын. Так, осы көбейттік. Енді циркулар дейік. Циркулар қылып, мына скетч бірді аламыз. Скетч бірді аламыз, сосын циркулар қыламыз. Скетч бір. Мынаны таңдаймыз. Так, мына жерде 3 рет көбею керек деп тұр. Үш жүз алпыс дейік. Енді копия санын мысалы 10 дейікші. 10 шыға ма екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Әрең деген нәрсе тұр мына ортасы. Так. Окей, солай дейік. Болмады ғой. 360 жасап едік, 10 жасап едік. Тым көп болды. 10 емес. 6 дейік. Жүз 80 дейік. Бәрі қате болып кетті. Қазір. Так. Онда бүйтейік. Бірінші тесіп алайық. Мынаны басып. Remove дейік. Remove 25 merge resolve дейік. Тесік шыға келді. Енді бұл тесікті circular pattern жасайық. Оны бүйтіп таңдайық. Part pattern емес, feature pattern жасайық. Сосын мынаны feature pattern remove емес. Так, мынаны pattern access айнала дейік. Так, бұл жерде 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8. Болады екен 8. Болады екен 8 жасайық. Equal apply for instance десек. Мындай тесіктеріміз пайда болды. Енді бұлай қарасаң, бұл керемет идеальный емес, бірақ осындай қылып жасауға болады. Бұны тағы да қаласаңыздар, тағы да скетч жасап, плейн бірді таңдап, содан кейін бұл жерге тесік жасап, мысалы былай қасына 2 мм қылып таңдауға болады. 2 мм таңдалды, сосын remove қыласыз.
Match with тесілді. Енді бұны да circular pattern қылып linear pattern қылмай сразу circularмен extrude шешеміз. Аксес былай қыламыз. Қазір пайда болады. Бұны так, 8 болса қалай болады? 8 болса мына тура шығып тұр. 8 осындай тесік пайда болды. Сөйтіп істей бересіз. Көбейте бересіз. Мына жерге мысалы тағы бір мынаның үстіне тесік жасақ, мына жерге мысалы былай. Мысалы бұл жерге емес, мына жерге дейік. Өйткені мына жер тар слишком. 2 мм қылсақ, оны былай remove қылсақ, match with all, содан кейін оны circular pattern. Circular pattern'ды мына extrude'ді аламыз. Сосын неше рет? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рет, 8 рет қойық. Кей бастық. Не болды? Part pattern болып кетті. Part pattern емес. Extrude access to pattern. Так, күтеміз. Мына 8 тесік пайда болды, мына былай. Тағы да 8 тесігіміз пайда болды, мына. Бұл жерде мысалы қалаған суретіңіз қоясыз. Мысалы кейбір кезде байқағаныңыз бар ма? Ағылшынша S деп тұрады. Salt, яғни тұз деген сөз. S қылып кесуге болады. Міне осындай тұздығымыз шықты. Ал бүгінге сабағымыз тамам. Сау болыңыздар.